Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге асқабақ қосылған ұйғыр мантысын жасайтын боламыз. Қажетті ұнымызды алып, бір жұмыртқа салып, тұзды жылы суға қамыр илейтін боламыз. Қамырымыздың илеуі қанғанша біз асқабақ пен пиязымызды төрт бұрыштап турап аламыз. Тартылған ет, туралған асқабақ пен пиязымызды тұз бұрыш қосып жақсылап араластырамыз. Мантымыз сочный болып шығу үшін үстіне жарты стақан суық су құйып тағы да араластырамыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, комментария бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Қамырымыз тынып, өте әдемі болып тұр екен. Оны алып осылай бөліктерге бөлеміз. Саусақтың ұшымен өлшеп күлшелейтін боламыз. Күлшемізді домалақ етіп емес, ұзынынан жаятын боламыз. Сонда мантымыз өте әдемі болып шығады. Мантымызды осылай видеодағыдай етіп түйетін боламыз. Тек қана қамырдың ұшынан ұстап. Міне, өте әдемі мантымыз шықты. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы біреуін түйіп көрсетейін. Мантыларымызды осылай түйіп дайындап алдым. Енді оны манты қазанымызды майлап 45 минут пісіріп алатын боламыз. Достар, міне біздің мантымыз пісіп дайын болды. Қамыры жыртылмаған, езілмеген әдемі мантылар болып шықты. Қамыры жұқа, ішінен шырыны тамып тұрған әдемі дәмді манты болып шықты. Достар, рецептім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.